Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен үй жағдайында осындай жұп-жұқа етіп лаваш пісіріп ортасына салмасын салатын боламыз. Менің видеомды соңына дейін көріп, маған тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бізге 350 грамм ұн, 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық сұйық май және 200 грамм ыстық су керек. Осы қоспаларды қосып қамыр илейміз. Суымыз қайнап тұрған ыстық болу керек. Осылай қалақшамен араластырып алып, сосын ары қарай иін қандырып, жақсылап илеп аламыз. Егер сіздің қол астыңызда кондитерлік таразы жоқ болып, ұнның мөлшерін білмей жатсаңыз, орташа ас ішетін керден кесеменен 1 керден кесе тола ұн алсаңыз, соның іші 350 грамм болып шығады. Жақсылап осылай иін қандырып илейміз. Біздің қамырымыз жұп-жұмсақ болып шығады. Мінекей, жұп-жұмсақ қамырымыз дайын. Енді бұны салафан қалтаға салып 10 минуттай тындырып қоямыз. 10 минут тынғаннан кейін қалташықтан шығарып, сыпырамыздың бетіне ұн сеуіп, қамырымызды созып, бөліктерге бөлетін боламыз. Осылай жақсылап созып алсаңыздар, бөлгенге оңай болады. Бөліктерді өздеріңіздің табаңыздың көлеміне қарай бөліңіз. Менің лаваш пісіретін табамның диаметрі 26. Егер сіздің табаңыз үлкен болса, үлкендеу бөлікке бөліңіз. Осылай бәрін томалақтап дайындап аламыз. Дайын болған қамырымызды шетінен алып, тақтайшаға ұн сеуіп жаямыз. Жұп-жұқа етіп жаю керек. Келесін жаяйық. Негізі лаваштың шыққан тегі армян халқы деп жатады, бірақ бұл бізге де бөтен ас емес. Бұны бізде пәтір деп атайды. Бала кезімізде аналарымыз, әжелеріміз қызып тұрған пештің бетіне жұп-жұқа етіп, үлкен қып жайып, осылай пісіріп беретін. Жұп-жұқа етіп, саусақтың ұшы көрінетіндей етіп, жұқа қып жаямыз. Мінекей. Енді пісіре бастайық. Қызып тұрған табамызға салып, осылай жылдам пісіріп аламыз. Қатты күйдірмейміз. Өйткені бұл өзі де жұқа қамыр. Ыстық суға иленгендіктен осылай бүршіктенеді, бірақ шыққаннан кейін ол басылып кетеді. Мінекей. Қолдарыңызбен жаймалап қойсаңыздар болады өстіп. Міне дайын болды біздің лаваштарымыз. Енді әрқайсының бетін салқын суменен осылай қатты суламай тымқылдап қоямыз. Сөйтіп бірінің үстіне бірін қойып, салафанмен жауып қоя тұрамыз сәл. Сәлден кейін алып қарасаңыз жұп-жұмсақ, жыртылмайтын әдемі лаваштар дайын болады.
Енді ортасына салмасын салып істей беруге болады. Салмамызға көшейік. Мен осындай 4 түрлі азықтан алдым. Краб таяқшалары, жұмыртқа, бадыран және аскөк. Майдалап тұрып тураймыз. Майдалап турасаңыздар, лаваштың ішінде әдемі көрінеді. Жұмыртқамызды да дәл солай майдалап турап аламыз. Мен аскөктен укроп пен петрушканы алдым араластырып. Қаламасаңыздар аскөкті салмай ақ қойсаңыздар да болады. Әсіресе кішкентай балалар ұнатпайды бұны. Кішкентай балаларға бұндай көксөкті салмай берсеңіз болады. Мен бадыранның қабығын аршыдым және өпкіштен өткіздім. Аршымай ақ қойсаңыздар да болады. Бірақ осылай әдемі балғын көрінеді. Енді лавашымызды алып, бетіне бір келгетіп майонез жағып, салмаларымызды салып орайтын боламыз. Әркім өз қалауынша ретімен салса болады. Мен осындай ретпен салып жатырмын. Және тығыздап ораймыз. Енді екінші лавашымызды алып, тура солай салмаларды салып, бірінші түйген лавашымызды осының үстіне қойып, тығыздап орайтын боламыз. Бірінші түйген лавашымызды салайық. Осылай тығыздап ораймыз. Сіздер қалауларыңызша бір лаваштан істеп қойсаңыздар да болады. Бірақ екі лаваштан қабаттап жасаған әдемі сәнді көрінеді. Келесін жасайық. Лаваштың салмаларын әркім өз қалауынша істесе болады. Тауықтың етімен, сәбіз салатымен, тұздалған бадыран қосып, колбасамен де салып жасауға болады. Әркімнің өз қалауы, өз фантазиясы. Мен осындай салмаларды салып жасадым. Міне дайындап алайық екеуін. Сосын келесі екі лавашты да солай жасап, түйіп қойған лаваштарымызды ортасына салып, тығыздап орап қоятын боламыз. Мінекей. Осылай салмасын салып, түйіп қойған лавашымызды ортасына салып, тығыздап ораймыз. Міне біздің лаваштарымыз да дайын болды. Осындай әдемі болып шықты. 10 минутқа холодильникке қоя тұрамыз. Сосын 10-15 минуттан кейін алып, кесіп, ыдыстарыңызға салып, сәндеп қоя берсеңіздер болады.
Менің видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін сіздерге көп рахмет. Менің келесі видеоларымды күтіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.